Good day, children. Now I'm glad to see you. Now let's begin today's lesson. Қайырлы күн балалар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Жаңа 7-ші модуль, яғни ғарыш айлағына саяхат. Next journey into space, яғни ғарышқа саяхат деген жаңа 7-ші модульді бастаймыз. Біздегі жаңа сөздеріміз, осы бетте орналасқан, осы суреттермен қазір бүгінгі жаңа сөздерімізді сәйкестендіру жұмысын орындаймыз. Сол кезде есімізде жақсы сақталатын болады. Сендерге бүгінгі сабақ ұнайды деп ойлаймын. Егер ұнаса, сабақты көріп болғаннан лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Next exercise 2. Can you find this in the pictures on page 100? Жаңағы 100-ші беттегі суреттермен сәйкестендіреміз. Then listen and check. Тыңдаймыз және тексереміз дейді. Мен сәйкестендіру жұмысын сіздерге жасап қойдым. Енді мен сіздерге аудармасын айтайын. Space stage, ғарыш айлағы. Telescope, space suit, ғарышқа киетін костюм. Rocket, зымыран, ракета. Alien, бөтен ғаламшарлық. Planet, планета. Astronaut, астроном. Spaceship, ғарыш кемесі. Comet, құйрықты жұлдыз. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөзі осылар балалар, есімізден шығармаймыз, жаттап аламыз. Next exercise 3. Read and write. Оқимыз және жазамыз. Яғни бізде басы әріптер берілген сөздердің, жаңа бізге өткен сөздеріміз, соның мағыналары берілген, сомен не істеуіміз керек? Сөйлемді толықтырып шығуымыз керек. Мысалға, you have to use this when you travel in space. Яғни ғарышқа саяхаттаған кезде сіз оны пайдаланасыз дейді. Spaceship, ғарыш кемесі. Осы секілді қалған сөйлемдерді толықтырып жазып шығамыз балалар. Next exercise 4. Look and read, write yes or no. Яғни балалар суретке қараймыздағына сөйлемдерді оқып, немесе жоқ деп жауап береміз. The aliens are flying the rocket. Ракетада бөтен ғаламшарлықтар ұшып бара жатыр дейді. Бұл бізде жоқ, No. The aliens are wearing space suits. No. The aliens can see rocket through the telescope. Телескоп арқылы көріп тұра. Yes. The astronaut is in the rocket. It is no. Next exercise 7. Listen, point and repeat. Балалар, бүгінгіде тағы жаңа сөздерімізді толықтырамыз. Swimming trunks, жүзу киімі. Goggles, көзілдірік, суға түсуге арналған. Sunbase, күнге қыздырыну. Towel, сүлгі. Sunglasses, күннен қорғайтын көзілдірік. Swimsuit, купальник. Sunscreen, күннен қорғайтын крем. Go hiking, жаяу жүру. Go fishing, балық аулау. Buy souvenirs, сувенирлер сатып алу. Go sightseeing, яғни назар аударарлық ерекше жерге бару. Pack my suitcase, яғни менің чемоданымды жинау. Next exercise 6. The Zorbe family is visiting Earth on holiday. What do they want to do? Read and complete, then match the pictures to the sentences. Яғни мына жерде балалар суреттер берілген. Сол суреттерге қарап отырып, сәйкестендіру жұмысы да бар бұл сөйлемде. Және де бүгінгі өткен жаңа сөздеріміздің әріптерінің орындары ауысып кеткен. Сол сөздің дұрыс нұсқасын сіздер табуларыңыз керек. Яғни еске түсіріп, барлығын қайтадан орындап шығамыз. Өте қызықты тапсырма. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Балалар, сіздерге бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басуды және тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.